Баршаңызға сәлем. Бүгін ең оңай әрі дәмді печенье жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға шекер мен майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын бөлме температурасындағы сары майды салып, шанышқымен езіп аламыз. Тағы да араластырамыз. Ұнға ас содасын қосып, массамызға аз-аздан сала отырып қозғаймыз. Осындай қамыр пайда болады. Пергамент қағазы төселген табаға қамырымыздың шетінен үзіп алып, дөңгелектеп печеньелерімізді орналастырамыз. Содан соң шанышқымен бетін аздап басып шығамыз. 180 градуста 20 минутта пісіреміз. Печеньеміз дайын, жылдам жасалады және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецепті ұнаса каналыма тіркеліңіздер және видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.